Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз үй жағдайында осындай өте керемет, дәмді, ерекше пряниктер жасайтын боламыз. Бізде менің арнамнан түрлі рецепттер табасыздар, сондықтан подписаться кнопкасын басып, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Барлық ингредиенттер мөлшері описанияда жазылып тұр. Ең алдымен біз бір жұмыртқаны және де бір жұмыртқаның сарысын, яғни алып, оған бал және қант қосып жақсылап тұрып, масса араласып әппақ болғанша жақсылап тұрып веншікпен араластырамыз. Миксермен де араластырып алуға болады. Кейін дәл осы массамызға біз 3 ас қасық сұйық майымызды және де мөлшерде көрсетілген айранымызды қосып жақсылап тұрып масса араласқанша араластырып аламыз. Одан кейін қажет мөлшердегі ұнымызбен жарты шай қасық содамызды електен өткізіп қосып, бөліктерге бөле отырып қосып, қамыр илейтін боламыз. Мен видеодағыдай етіп бірінші сұйықтау илеп алдым, одан кейін қамырды қоса отырып, кәдімгі қатты қамыр пайда болғанша жақсылап тұрып илеп алдым. Кейін осы қамырымызды біз екі бөлікке бөліп жаятын боламыз. Екі бөлікке бөлмей үлкен қылып жаюларыңызға болады. Мен екі бөлікке бөліп жақсылап тұрып жайып алдым. Кейін жайып алған 1 сантиметрдей етіп жаясыздар. Кейін жайып алған осы қамырымызды дөңгелекше етіп кесіп аламыз. Яғни формаға келтіріп, дөңгелек формасына келтіріп кесіп аламыз. Кейін кесіп алғаннан кейін осыларды пергамент салынған формамызға салып, қызып тұрған пеште 180-200 градус пеште 25 минут пісіретін боламыз. Кейін осы 25 минуттан кейін алып, бетіне осындай помадка жағамыз. Помадкаға мен жаңағы бір жұмыртқаның ағын 3 ас қасық қантпен жақсылап езіп айналдырып алдым. Миксермен осындай әппақ болғанша ғана айналдырып аласыздар. Осыны осылай жағып, кейін 10 минутқа тағы да духовкаға қойып қоясыздар. Міне осындай өте дәмі ерекше, керемет пряниктеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.